Неліктен? Өйткені өз білімімді басқа балдарға үйреткім келеді. Биші. Өйткені биші ол күшті билейді, маған би қатты ұнайды. Аспаз. Өте дәміз тағамдар жасағым келеді. Өскенде боксер Қазақстан деген елді бүкіл елге танытып, Мен өскенде спецназ болғым келеді, өз отанымды қорғағым келеді. Мен өскенде атақты стоматолог болғым келеді. Өйткені адамдардың тістері жылтырап және әдемі болуы тиіс. Мен өскенде айтишник болғым келеді, өйткені олар өте көп ақша табады. Өскенде мен футболшы болғым келеді. Футбол менің ең сүйікті спортым. Мен өскенде гимнаста болғым келеді. Ол жақта жаттығасың, өзің аяқтарыңды жаттықтырасың. Теннисші. Себебі теннисшілер олар әртүрлі мемлекеттерге барады. Өскенде мен футболшы болғым келеді. Футболшылардың аяқтары мықты болады, денсаулыққа және Дизайнер модельер болғым келеді. Неліктен? Өйткені ол маған ұнайды. Ағылшын тілдің мұғалімі болғым келеді. Өйткені мен ағылшын тілін өте жақсы көремін. футбол ойнауды өте жақсы көремін. Дизайнер. Өйткені мен әдемі көйлектерді жасағым келеді. Мен әнші болғым келеді. Неліктен? Өйткені мен өте жақсы әнді айтамын. мен өскенде дизайнер болғым келеді. Өйткені мен әдемі көйлектер кигім келеді. Өскенде кім болғың келеді? Футболшы. Неліктен? Өйткені мен футболды жақсы көремін. Мен дизайнер болғым келеді. Менің хобби сияқты маған әдемі көйлектер, киімдер жасауға ұнайды. Өскенде мұғалім болғым келеді. Мен сабақ бергенді ұнатамын. Мен өскенде күшті әнші болғым келеді. Өйткені ол менің арманым. Генерал. Маған кішкентайымнан генерал болғым қатты ұнайды. Айтишник. Неліктен? Ол компьютермен көп ақша табады. Футболшы. Қазақстан футболды дамыту үшін. Мен өскенде дизайнер болғым келеді. Өйткені олар әдемі. Дизайнер актриса болғым келеді. Маған ұнайды ән айту, билеу, және сурет салу. Дизайнер? Өйткені маған ұнайды. Шахматист. Неліктен? Маған ұнайды. Футболист. Қазір біздің Қазақстанымыз футболды нашар ғой. Мадіргер. Маған ұнайды күлкіге. Дәрігер. Неліктен? Ол маған өте қатты ұнайды. Қошқаш. Өйткені мен адамдарды басқа жерлерге апаруға болады. Егер бір күнге мұғалім болсаң, не істер едің? Мен бір күнге ұстаз болсам, Мен балаларды ойнатар едім. Далаға шығып, бір күнге қалаған нәрселерді істейтін едім. Сыныптан кімді өзіңе бірге елсіз, ешкім жоқ аралға алып кетер едің? Мен өзіммен бірге Алиханды алып кетуші едім. Неліктен? Өйткені ол сыныпта менің ең жақын досым. Сабақта болған ең күлкілі жағдай есіңе түсірші. Бірінші мектепте жер сілкінісі. Өте қызықты болды, бірақ қыздар қатты жылаған, ал ұлдарына барып күлді. Сыныптағы ең көңілді әзілқой кім? Бақтияр Асылдан еткені, онымен есім үшін түсірді. 10 жылдан кейін өзіңді қалай елестетесің? әлемге әйгілі теннисші. Егер сенде супер қабілет болса, қандай болар еді? Ешқандай. Өйткені мен өз-өзім адам сияқты жүретін. Егер бір күнге мұғалім болсаң, не істер едің? Сабақтарды сәл қысқартып, үй жұмысын көп бермей, ойындар ойнатамын. Егер сенде супер қабілет болса, қандай болар еді? Ұшу. Неліктен? Өйткені мен алыс жерлерге тез бару керек. Сабаққа келгің келмеген сәттер болды ма? Иә, өйткені мен таңда ұйықтағым келіп, барғым келмеген. Сыныптастарыңды 3 сөзбен сипаттап берші. Көңілді құтыршақ адам. Егер сен сиқыршы болсаң, біздің мектепте нені өзгертер едің?
Мен 2 сабақ болады. Саған қай сабақ ұнамайды? Маған математика Неліктен? өйткені мен кішкене түсінемін, кішкене түсінбеймін. Мектептегі пәндерден қай пәнді алып тастар едің? Степанов Салқын. Тағы бар ма? Еңбек болу. Неге? Еңбекке бару босқа өтеді. Саған еңбек сабағы ұнайды ма? Иә. Несімен ұнайды? Өйткені біз сурет саламыз, достармен ойнаймыз. Егер бір күн директор болсаң, не істер едің? Асханада бәрі бесплатно болады. И сабақтарында ұйықтауға болады. Қай пән ұнамайды? Қазақ тілі. Неліктен? Өйткені қазақ тілде ереже бар. Барлық әлемді дамыту үшін сен не істер едің? Мен сол үшін күшті әртүрлі технологиялар және сондай необычный компьютер бар жасар едім. Қай сабақ өте жылдам өтеді? Дүші. Ал қай сабақ өте ұзақ? Ағылшын орыс тілі. Біздің сыныпта атаман бар ма? Жоқ. Балалармен төбелесіп тұрасыңдар ма? Ойнап төбелесеміз. Сен өзің атаман болғың келе ме? Жоқ. Неге? Өйткені төбелескен анандай ұнамайды. Біздің қыздардың ішінде атаман кім? Айбике. Одан кейін бұл Айбикеден бәрі қорқа ма? Неге Айбике деп ойлайсың? Жоқ, өйткені лесі Айбикеге біреу тисе, то ол прям қатты ұрады и сізге айтпайды ештеңе. Менің ең көп айтатын сөзім қандай? Ұстазым. Қазақша сөйлеңдер. Және Орысша сөйлескендер. сыныпта ең жақын досың не айтар еді? Ешқашан алдыма мектепті қызыл дипломға тапсырдым. Қай сабақты алып тастар еді? Орыс тілі. Орыс. Неге? Маған Күлген, иә? 10 жылдан кейін өзіңе қандай тілек айтасың? 10 жылдан кейін ыңғарға. бақытты болыңыз. Сізге барлығы орындалады. Кім сыныпта атамамыз? Апай, бәрі өз-өзімен жүреді ғой, ешкім ештеңе. Сен өзің атаман болғың келе ма? Маған без разницы. Айдын сен сабаққа келмеген күні болды ғой? Иә, Есіңде ма? иә. Сен магазинге кіріп достарыңмен жүрдің ғой? Сол кезде неге келмедің? Неге келмедің? Сіз мен почерк үшін жасай бересіз. Сен бізге келіп жаңадан келген кезде ең бірінші не туралы ойладың? Біздің сынып қандай деп ойладың? Жақсы. Бірінші кіммен достасың? Аяныр. Кіммен? Аяныр. 4 жылды бір сөзбен айтып берші. Көңілді. Көңілді. Өз ата-анаңа тілек айта қойшы. Мен анама және әкеме рахмет айтамын, өйткені олар мені өсірді, маған тамақ берді. Тапсырмадан қиналғанда көмектесті. Сыныптастарыңа не айтқың келеді? Көп рахмет, армандардың орындала берсін, барлығын қызыл дипломмен бітірдіңдер. Ойлағандарыңа жетіңдер, жетістіктер көп алыңдар, Қазақстан елін дамытыңдар. Армандарын орындалсын, сабақты жақсы оқысын, өз отанды қорғасын. Аман болыңдар, мектепті қызыл дипломға бітіріңдер. Біз осы бір жылды бірге өткен үшін рахмет, әрқашанда бірге болыңдар, соған да рахмет. Мен оларға алғыс айтамын, өйткені олар менің
өте жан достарым. Рахмет, менімен дос болғандарың үшін, ойнағандарың үшін. Өз сыныптастарымда мені өте қатты қолдаған үшін, мені күлдеткен үшін, мені дос болғаны үшін мен оларға алғыс айтамын. Ақылды болыңдар, мықты, өскенде өткен азамат болыңдар. Денсаулығы зор болсын, бақытты болсын. Мұғаліміне не айтқың келеді? Мен мұғалімге рахмет айтқым келеді, өйткені олар маған білім тәрбие берді. Сәлеметсіз бе Салтанат апай? Мен сізге өте көп алғыс айтқым келеді. Өйткені сіз маған өте көп білім және көңіл күй сыйладыңдар. Сізге көп рахмет, себебі сіз бізбен 4 жыл бойы болдыңыздар. Сізге көп рахмет, бізді 4 жыл өткені үшін, бізге білім берген үшін. Мен сізді өте жақсы көремін, маған білім берген үшін рахмет.
қуатты, күн нұрында сәуле қылған бірлікке армысыздар ұстаздарым қымбатты. Армысыздар әжелер мен аналар, ұрпағыңыз күнде өзінен бажалар. Ел дәстүрін мәңгі сыйлап оқы деп үйреткен ғой Абай Ибрай бабалар. Армысыздар өрт тұлғалы әкелер, құран құстай балапанын әпелер. Бүгін міне бастауышпен қоштасады азамат боп кешегі сәби еркелер. Осында отырған бәріміз үшін ерекше күн. Оның ерекшелігі сол, осыдан 4 жыл бұрын мектепте балдырған атаған балаларыңыз білімнің негізін болатын бастауышта оқып, білім алып, қанатын қатайтып, бастауыш сыныппен қоштасқалы отыр. Ал бізді осы күнге жеткізген кімнің арқасы? Әкеге тірек табылмас, әкешіз жүрек қағылмас. Асқар тауым тұрмаса, жанының шамы жағылмас. Асқар таудай әкелеріміздің арқасы. Жүрек құсын төрт бөліп, бір қолмен әлемді, бір қолмен бесікті, тербеткен ардақтар наларының арқасы. Қарты бар үйдің қазынасы бар, бізді еркелеткен ата-әжелеріміздің арқасы. Бізді сауатты, білімді, тәрбиелі, үлгілі азамат жанған ұстаздарымыздың арқасы. Баршаңызға бас иіп, алғыс айтамыз! Құрметті ата-аналар, асқар таудай әкелер, мейірімді шексіз аналар, ардақты ата-әжелер және қадірлі ұстаздар, біз сіздердің ақ тілектеріңіз бен қамқорлықтарыңыздың арқасында өсіп қанаттанып келеміз. Біз сіздерге алғысымызды білдіре отырып, келесі әнді өздеріңізге арнаймыз. Айсұлтан мен Қалапастың орындауында рахмет әке ана әні.
жыл күзде ашып жұмғанша өте шықты. Алғаш мектеп табалдырығын 2022 жылы ата бірінші сынып қадам бастық. Жүздеген ережелер жаттық. Мыңдаған есептерді шештік. Ағылшын орыс тілдерін үйрендік. Ақпараттық технологиялармен таныстық. Жазғы лагерьді қызықты өткіздік. Сайыстар мен пән олимпиадаға қатысып ойынды алғыс хаттар мен дипломдарға толтырдық. Партадағы қызық сәттер мен көңілді жүздер әлі есімде. Ендеше біздің өнерімізді тамашалаңыздар. Аяжан, Анина, Іңкәр Аярудың орындауында әсем ән. Ренжіп қалып, сәлден соң жарасатын, қиын сәттен қол беріп қарасатын. Сен емі қыздар олдар ойнауға асығатын. Я Кәусар, қуаласпақ ойнауға асығатын. Біздің жігіттердің қазіргі таңда ойы да бойы да өсті. Ендеше біздің жігіттерімізді қарсы алыңыздар.
жүздеген табиғаттан тән тамырын толын және көктен өмір сұраған жер бетінен жүрек түзген. Сен қазақсың, қазынасың, нәсіп қылсың, қазақ бол, ғаламатқа ғашықтық. Сен үшін тауың сол, көзден кететін жасың. Сен қазақсың, рухы еркін өзегін. Мұз бұлақсың, сорғалған сөз еркін. Қайталанбас күйшісің, сен домбырашысың, ұялған домбыран күйі. Сен қазақсың, қазақ елін туғанда, онда дүние тауымнан ызғалда, ата жұрттан анда сізден айырма, төбенде күн төменде жер тұрғанда. Айсұлтан, қыздарға бір сұрақ қойсақ па деп тұрмын, сен оған қалай қарайсың? Қойық, біз нені үйрендік? Оқуды, жазуды, есеп шығаруды, ән айтып би билеуді, үлкенді сыйлауды, кішіге қамқор болуды, үйренуге жақсылық жасауды. Біз нені сүйеміз? Отанды, ата-ананы, халқымызды, достарымызды, табиғатты, ұстазымызды, мектебімізді, тілімізді. Біз көп нәрсені үйрендік. Ұстазымыз бізге әрдайым ана тілімізді құрметтеп, таза әрі көркем сөйлеуді үйретеді. Олай болса, ана тіліміз жайлы айтылар ойларды тыңдап көрейік. Тіл байлығы әрбір елдің ұлттық мақтаны. Ол атажан балаға мирас болып қалып отыратын бала жетесін. Тіл өлген ел, тірі өлген ел, халықтың ұлттық сипаты тілінен көрініс табады. Өзге тілін бәрін біл, өз тіліңді құрметсе. Таусылмайтын байлық, қанша тіл білсең де өзгеден сонша биіксің дегенмен, алдымен туған еліңді, мемлекеттік тіліңді білуге міндеттісің. Ана тілі ар өлшемі, олай болса тілді шұбарлау ардашылық. Біз бастауышта отанымызды, елімізді, ана тілімізді сүйді, үйрендік. Ана тілі әр адамның жүрегіне жақын, ең қымбат тіл. Ендеше келесі кезекті ана тілі туралы кеңеске берейік. Білмеймін, бірақ ол қосымшаға барады, сабақты жақсы оқып жүр. Ол сондай ақылды ма? Я, ақылды. Сәлем балалар. Сәлем Амина, біз жаңа ғана сені ұмытып жатқанбыз. Мен өзімен бірге Алихан туысымды алып келдім. Ол сендермен бірге ойнағысы келеді. Привет, друзья, меня зовут Алихан. Мен онымен ойнағым келмейді. Мен орыс тілін жаман білем, сол үшін маған балалар күлген. Я өздері қазақ болса да өзі білмейді. Балалар, Неге олай айтасыңдар? Алихан өте жақсы бала ғой. давайте играть. Қазақша айт, сонда ойнаймыз. К сожалению, я не знаю казахский язык, немного понимаю. Казахсың ба? Ренжіме, бірақ мен сенімен ойнамаймын. Альхан, сынок, сколько раз я тебе говорила не оставлять дома телефон? Когда я звоню, ты не берешь трубку, я же с ума сойду. Мама, папа, почему вы меня не учили казахскому языку? Что ты сказал? Ну, мы думали, что тебе лучше будет изучить английский. Да, папа прав. Давно уже не секрет, что многие городские казахские семьи не знают плохо знают свой родной язык. И я думаю, что в этом ничего страшного нет. Да, мама права. Сегодня из-за этого никто не захотел со мной играть. Я дұрыс айтасың. Қазақ тілін үйретуіміз керек еді. Дұрыс айтасың. Көзіңді аш, оян қазақ, көтер басты. Өткізбей қараңғыда бекер жасты. Жер кетті, күн нашарлап, хал арам боп, қараға менді жатып жарамасты. Туған тілі сыры терін жаным
жаным бар. Туған тіле сәнім менен әнім бар. Туған тілім тіл бұлдан болса егер жүрегім туған. Һәм көмілер, көмілмес еткен ісім. Ойлайтындай мен емес бір күнгісіл. Жұрт ұқпаса ұқпасын, жабықпаймын. Ел бүгіншіл менікі ертеңі үшін. Ұлттық сақтауына да жолына да себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы тілі. Biz dürüst istemedik. Biz dostumuzды дәл үшін білдік. Kişirші бізді Алихан. Рахмет, мен де үйренгім келеді. Біз тілімізді құрметтейік. Мектебім айтар әнім сан рет қайталадым. Өзімнен алғанымды өзіне қайтарамын. Мектеп ұялмаймын, көп нәрсе қиялдаймын, мәңгілік оқушы болып қалуға ұялмаймын. Өзімде тегіндемін, аттанам сені менің. Ассалаумағалейкум да мектеп өмір деген. Мектеп біздің алтын ұямыз. Бізде тек білім беріп қана қоймай, өмірге бағыт бағдар көрсеткен қасиетті мекен. Біз бүгін мақтанышпен айта аламыз. Мұқағали Мақатаев атындағы нөмір 140-шы гимназия оқушыларымыз. Осы киелі білім ордасында біз алғаш әріп танып, алғаш достықтың қадірін түсініп, армандауды үйрендік. Бұл мектеп біздің балалық шағымыздың куәсі. Ол мектеп біздің алғашқы жетістіктеріміздің мекені. Олай болса, ақи ақын Мұқағали атымыздың жүрек тербетер туындысы аққулар ұйықтағанда поэмасынан сахналық көріністі тамашалауға шақырамыз. Бала жатыр, төсекте алдыраған, әке жатыр, елінде қалжыраған, күн көзетіп, ана отыр, қор жағары, шарасынан шашаған, жаудыраған. Мана күндіз тәу шалды деп кетті, әлде өтірік, әлде шын демеп кетті. Аққу менен баланамасқанды, деді дағы, жаймен жөнеп кетті. Тұрсаншы, таяу қауды танытуға, неткен жансың, санасы жаратылған. Манағы тәуіп шаудың айтқан сөзі, ұмытылып кетті ме санатынан. Апырай, қалай барам, атармын аққу құсты қалай ғана, айдынның аққулары ұйықтағанда, бармаймын, бара алмаймын, қалай барам. Аққу мойын күнге қанат, алаңсыз қыраныды күнге қарап, айдынның еркелері білмей тұрмын, етеріміз тағдырымды күнге аманат. Жаны сұлу, ақ еркем ары сұлу, бір мамығы майса ауыр сынып, тарақ етіп, тұмсығын тарайды кеп, ауыр сынып, көн тұрса да бір түйір ауыр сынып, жаны сұлу, ақ еркем ары сұлу, ақ қанатын сабалап, асық салып, бірден соғасын еді басын малып, ойнасын шу ойнасын ерке құстар, тыныш тұрын ойлады қашырым алып.
кәдімгі қалдыруда тәртіп кеп ана отырған жағалауға шошымай шолшаң естіген батырларым ана отырған шыршаға жақындады. Көзі тұнған бейбағы топа қуып, білмей қалды мылтықтың атылуға. Апырай, бұл кім болды? Тәң сәрізде көл басында мылтық атқан. Ей, кімсің, тірісің бе, жаның бар ма? Аққуды неге атасың, арың бар ма? Тастағын қарыңды келген бері кеудеңде жаның бар да. Мына жатқан жетім көл, мына аққуды өз қолмен өлтірдім, аттың жаны. Жоқ, мен емес, мен атпадым. Кешегі күн жаратқаным. Біз осы сыныпқа дейін бірге оқып келеміз. Есіңде ме алғаш мектепке келген күн? Иә, бәрін кішкентай едік. Бір-бірімізді де танымайтынбыз. Ал қазір ше? Қазір біз бір-бірімізді түсінеміз. Қазір біз бір-бірімізді қолдаймыз. Бір үйдің баласындай болып кеттік. Сыныбымыздағы өнерлі оқушылардың бірі икемі мен шеберлігін ұштастырып, гимнастика өнерінде биік белестерді бағындырып жүрген Айзерені қарсы алайық. Let me tell you about a moon like this that she gave me on a night like this. Just a little taste of heaven's bliss that took away with me. Anytime I see the stars above, she's the only one I'm thinking of. I don't know if you could call it love, but it's good enough for me. The trouble in a moonlight is that she gave me on a night like this. Just a little taste of heaven's bliss that took away with me. Болдық. Сыныбымыздың сұлу қыздарының бастауыш сынып әнін қабыл алыңыздар.
жайлайтын кішкентай жайдармашыларға кезек берейік. Құрметті ата-аналар, ұстаздар, бүгінгі біздің қоштасу кешігіне қош келдіңіздер. Біз неге бәріміз бірге айтып жатты деп ойлайсыздар? Себебі ата-анамыз мен бала қалып кетпесін, бәріне сөз беріңіз деді. Себебі біздің сыныпта 32 оқушы. Сөз берсең әрқайсысы бір концерт қойып жібереді. Біздің сыныпта бәрі керемет. Сабақта ең қиын нәрсе не білесіздер ме? Қоңырауға 1 минут қалғанда тыныш отыру. Ал ең қызығы қоңырау соңында бірінші болып шығу. Сыныпта бір ерекше қасиет бар. Бәріміз бір уақытта сөйлей аламыз. Қазіргі оқушылар өте ақылдылар. Тапсырманы түсінбесек, чаршы петидан сұраймыз. Сосын апай көріп қойса. Өздері қалды. Апайдағы неге ашыланады? Тик-токта! Сен бірақ интернеттің пайдасы ғана емес, зияны да бар. Олай болса, интернет туралы кішкентай қойылым көрсетейік. Абайлаңдар оқушылар, ұстаздарың, ата-аналарың сіздерге интернеттің қауіптілігін ескертті. Көрдіңіздер ме? Интернет жақсы, бірақ абай болу керек. Бізге ең керегі телефон Wi-Fi емес. Телефон Wi-Fi болмаса да, біз осы сыныпты жақсы көреміз, апайымызды да. Ал енді біз 5-ші сыныпқа көше барамыз. Жаңа апайлар, дайын болыңыздар. Келгеніміз, сыныпқа келгеніміз. Жасқан шақта, таңырқап тұрған шақта, өзің болмаса сіңгеніміз. Мектеп үйіміз менің ата-анам. Сенен ұсып, сенен қанын аралап, саянсып, сен мәуелі бәйтерек тамырланып, саңдараққа тараған. Бірде біздің ойымызды сырымыз, бір мектептің ұлы менен қызымыз, бірде өстік оқуда да еңбекте күліп ойнап бірімізбен біріміз. Осындай достықтың, балалықтың тәтті сәттері енді әсем естеліктерге айналды. Сол естеліктердің ең көркем көрінісін әдем бимен көрсетейік. 16 қыз биі. Yeah, yeah, yeah.
pək niyetli, mün çalmasın sizlerdeki ak yürekli. Жүріңдер ақылшы боп ортамызда, тілейміз бар жақсылық ақ тілекті. Олай болса келесі ән шашымызды ұстазымызға арнайық. Beni үйреткен көкейіме көріп беріп күлеткен, мен оқытып өргенімді өсіріп, жалын татып жанарымды нұр еткен. Бейнеңіз жүректерде сақталады, біз әлі биіктерде күренеміз, үміт пен теңіз ақталады. Нұр құйған санасына зейіндінің, нұрлы шам сәулесіндей мейірімін. Дарытын адамдық шәкіртіне, дамытын дарын отын бейіндінің. Датуда үнемі, ұстаздарын әрбір сөзін киелі, қанат қаққан білім алып өзінің, күлі шақырын сабасын еді. Şarkı tepsi yerde, sanat oynuyor.
жауапкершілікпен қараған табанды болыңыз үшін. Бізге достар құттықтап бір-бірімізді сыйлауға үйреткеніңіз үшін. Біздің алғашқы ұстазымыз Салтанат апайға және бастаушының барлық ұстаздарына білім, тәрбие бергендері үшін алғыс айтамыз. Бастауышта айтылмаған сыр бар ма, бастауышта алған білім жыр барым, азық болар мәңгі талай жылдарға. Біз барамыз артқа тастап 4 жылды, білім алдық, байлық жидық көп күнді, пана болған, дара болған, біз үшін жанымыздан артық көрдік тез. Бастауышым балым шағым тұмарым, басылмады саған әлі құмарым. Кіп кішкентай таңдай боп көрпем, бұлыңына таудай болып шығамын.
Кем көрмеймін сізді асыл анамнан, сізге ұстап құдық бізде сан арман, сіз яратқан дүниеде көп болсын, балалардың бақыты үшін жаралған. Келесі сөз кезегін алғашқы ұстазымыз Салтанат апайға берейік. Құрметті ата-аналар, ұстаздар, мектеп ұжымы, баршаңызға алғыс білдіремін. Келіп қатысып, көрермен болып отқандарыңызға алғысым шексіз. Ал тіпті менің бүлдіршіндерім, ең алғашқы шәкірттерім. Кішкентай болып, осыдан 4 жыл бұрын мектеп табалдырығын аттап алдым да келген сәттердің әлі күнге дейін есімде. Жасқан шақта қорқып, сыныпқа кіруге қорқып тұрған балалар бүгін өзімен бірдей ақыл бойлары да өсіп, ойлары да толысып, жаңа белеске қадам басқалы тұр. Балапандарым, алтындарым, сендердің жолдарың әрқашан ашық болсын. Сендермен өткізген әрбір күн мен үшін ерекше күн. Ал әрбір сәт менің жүрегімде мәңгілік сақталады. Қиындықтар келсе ешқашан мойымаңдар. Сендердің қолдарынан барлығы келеді. Мен сендерге сенемін. Жолдарың әрқашан ашық болсын. Білім шыңында биіктерден көріне беріңдер. Мен сендерге сенемін. Әрі қарайда осындай апайының алтын шәкірттері жарқырап кез келген ортада өздерін жақсы жағынан көрсете біледі деп сенемін. Мен үшін бүгін ерекше күн, шынымен де алғашқы шәкірттерім. Баршаңызға алғысым шексіз. Құрметті ата-аналар, маған әрқашан қолдау көрсеткендеріңіз үшін. Баланың әрбір жетістігінің артында ол ата-ананың еңбегі тұрады, ата-ананың махаббаты тұрады. Сіздер сондай махаббатты, қолдауды, сенімді өте жақсы көрсете білдіңіздер. Басымды иіп тұрып сіздерге алғыс айтамын. Әрқашан жанымнан табылып, не көмек апай, не істеу керек барлығын ұйымдастырып жүрсіздер. Шынымен де алғыстамын. Әрі қарайда балаларыңыздың қолдап осындай сенім мен махаббаттарыңызды көрсете беріңіздер. Балаларыңыз тек биіктен көрінсін. Жаман аты шықпасын, тек жақсылығына мәз-мейрам болып жүре беріңіздер. Құрметті менің жолдастарым, әріптестерім, ұстаздарым, сіздерге алғысым шексіз. Білмеген тұсында кем-кетігімді жасырып, ақыл кеңестеріңізді беріп отырасыздар. Мектеп басшысы Сәния Өскенбайқызы өзіңізге алғыс білдіремін. Сіздің қолдауыңыз бен сеніміңіздің арқасында балаларға сапалы білім, жақсы тәрбие бере алдым деп ойлаймын. Тек білім ғана емес, өмірлік деген сенім, адамгершілік, тағы сол сияқты асыл қасиеттерді бойларына сіңірдім деп ойлаймын. Баршаңызға алғыстамын, рахмет. Жеміс бесін тер төкке еңбегіңіз, бақыт болсын әрдайым көргеніңіз, дәулет пен мерейіңіз таси берсін, арта берсін абырой беделіңіз. Дей келе келесі сөз кезегін гимназия директоры Сәния Өскенбайқызына береміз. Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме, құрметті аталар, әжелер, әкелер, аналар. Бүгін сіздер тарығып кірген балаларыңыздың таудай болғанына куәгер болып отырсыздар. Айналайын алтындарым, балаларым, бастауышты бітірулерімен шын жүректен құттықтаймын. Бір сәтте ел жетіп қалыпсыңдар, бір сәтте ой жетіп қалыпсыңдар. Өмір деген осы сынаптай сырғып, көзге көрінбей өтіп жатқан өмірде бүгін ол қыздарымыздың кәдімгідей ер жетіп, ой жетіп қалғанына куәгер болып отырсыздар. Айналайын Салтанат Мұратқызы қызым, ұстаздың алғашқы шәкірттері, ұстаздың 4 жыл білім беріп, қанатымен су бүркіп, қанатының астына алып, сол балапандарын қанаттандырып, ұядан ұшырып отырған алғашқы ұстаздарымызға қошемет көрсетіп қойыңыздар.
Қанат Мұратқызының ең алғаш мектепке келген күні, ең алғаш сынақ тапсырған күні, ол сынақты өте тамаша тапсырып, сынақтан мүдірмей өтіп, Мұқағали мектебінің ұстазы болып қабылданған күніңіз менің де есімде айналайын. Бүгін мінекей балаларды бастауышты бітіртіп, қанаттандырып жүріп отырсыз. Қыз баласына тән барлық бақыттың иесі болыңыз. Шын жүректен тілекшіміз ғой, келсесіздер ғой, айналайын. Айтып едіңіз, осы сыныпты 4-ті бітірсем, апай, мүмкін сонан кейін өз өмірімді ретке келтірермін деп едіңіз. Барлығымыз жақсы тілекші болайық, жақсы айналайын. Шын жүректен қыз баласына тән бақыттың барлығының иесі болыңыз, тілекшімін. Жас болса да сеніп отырып, биыл 1-ші сыныптың да тұтқасын осы балаға бердік. Алып жүріңіз, алып кетесіз деген сенімді де 1 мен 4-ті қатар алып жүріп, алып шыққан әріптесіме, қызыма, жалпы үзеңгілес сіңліме шексіз алғысымды білдіремін. Бақытты бол қызым, рахмет. Бала болашағы ата-ананың мейіріміне, ата-ананың қамқорына тікелей байланысты. Осы залда отырған әрбір ата-анаға алғысым шексіз. Құрметті әкелер, бүгін сіздер гүл шоқтарымен қызғалдақтарыңызды көмкеріп жатырсыздар. Осы күн, осы сәт олардың өмір бойы естерінде қалатын болар. Менің әкем, мен бастауышты бітіргенде маған гүл шоғын сыйлаған деген осы бір тамаша естелікті олар өмір бойы айтып жүретін болар. Қызғалдақтарыңызға осындай тамаша сәтті сыйлағандарыңыз үшін әкелер, рахмет сіздерге. Тамаша, қандай керемет сәт. Ұмытпайды бұлар бұл күнді. Өмір бойы айтатын болады. Көресіздер ғой, өмір бойы осыны айтатын болады. Айналайын алтындарым. Өздерің әнді айттыңдар ғой, әкеме рахмет, анама рахмет деп. Әр уақытта ата-аналарыңды ренжітпей, еліміздің тұтқасын ұстайтын, атқа мінер, ел кәдесіне жарайтын, Қазақстанымызды гүлдендіретін, ертеңгі министр, әкім, дәрігер, мұғалім, ғалым, ұшқыш, тіпті президент те осы балалардың ортасында тұрмасына кім кепіл? Солай емес пе? Олай болатын болса, алтындарым, өмірден өз орындарыңды тауып, ата-аналарыңды үнемі қуанышқа бөлеп жүріңдер. Инвестиция деген не? Міне инвестиция, құрметті ата-аналар. Балаға салыңыздар, балаға жұмсаңыздар, балаға беріңіздер. Уақыты келгенде сіз оны депозит ретінде бәленбаймын десе қайтарып аласыздар. Қазір үкімет олимпиада жүлдегерлеріне 6,5 миллион сыйақы қойып отыр. Әрбіреуің олимпиада жүлдегерлері болыңдар. Әрбіреуің алтын белгі иегері болыңдар. Әрбіреуің ел туын көкке жеткізетін қазақтың ұлы мен қызы болыңдар. Шын жүректен тілекшімін. 32 өмір, 32 тағдыр. Бір сыныпта 32 баланы аялап, оларға дұрыс тәрбие беріп, оң солын көрсету, ата-анамен қатар ұстазға жүктелді. Соны ұстаз өз деңгейінде алып шықты деп ойлаймын. Рас па жоқ па, құрметті ата-аналарым? Рахмет сіздерге. Рахмет. Айтар сөзім өте көп, уақытты созбайын. Ең бастысы, құрметті ата-аналар, болды бастауышты бітірді, үлкейді деп мектепке келмей қоймаңыздар. Сіздер нағыз керек уақыттасыздар. 5-ші сынып олардың адам болып қалыптасуында, саналарында төңкеріс болатын уақыт. Сіздердің
нағыз керек уақыттарыңыз. Сондықтан ол үлкейді ғой, ол өзі біледі ғой деп бәрін ысырып тастамай, керісінше оның қызығушылығымен, оның өмірге деген құлшынысымен қатар өмір сүріп, оларды өмірге нағыз бейімдейтін уақыт келді. Сондықтан үлкейді деп ысырмай балаларыңызбен бірге болуды өтініп сұраймыз. Барлық ұстаздар қауымы атынан. Өкінішке орай 5 сыныпқа келген уақытта ата-аналар білмеймін, біртүрлі таңғаламыз, неше жылдан келе жатыр. Бала 5 классқа келсе, ата-ана бір баласы үлкейіп кеткен сияқты көреді. Жоқ, 13 мұғалімнің алдынан өтеді, 13 пәннен өтеді, 13 мұғалімнің әдіс-тәсілінің бәрі Салтанат Мұратқызындай болмайды. 13 мұғалімнің өзіндік мінез құлқы бар, 13 мұғалімнің өзіндік әдіс-тәсілі бар, ерекшелігі бар, кемшілігі бар. Сондықтан сіздердің осы 5 сыныпта ұл қыздарыңызбен бірге болғандарыңызды өтініп сұраймын және барлық ұстаздар атынан сұраймыз. Келісесіздер ғой. Енді нағыз мамандандырылған мектеп, арнайы мектеп, КТМ, БИЛ, НИШ деген тамаша мектептер бар. Жалпы бала тағдырын ойласаңыздар, қазірден бастап олардың ертеңіне терең мән беріп, өмірден өз орнын табуына сіздер көмектескен уақытта ертең сіздер нағыз марқайып отыратын ата-ана боласыздар. Менің балам деп айта аласыз. Ал тәрбиеден қол үзіп алсаңыз, бала сағым айтқандай, әттең-ай, мына шынтағымды тістеуге аузым жетпейді деген өкініштің салдары болады. Сондықтан нағыз бала-шағаларыңызбен бірге жүретін уақыт міне келді. Сондықтан сіздерге үлкен сәттілік тілеймін. Балаларыңыздың бақытын көріп, осы балалардан немере сүйіп, немере бақытына бөледіңіздер. Шын жүректен тілекшімін. Күні кеше 1 мамыр күні Мұқағали мектебі Ғариф Мүсірепов атындағы үлкен театрда мектеп атындағы Мұқағали Мақатаевтың 95 жылдығын үлкен республика көлемінде атап өтті. Сол іс-шараның өтуіне ата-ана болып жаңашырлық көрсеткендеріңіз үшін, ата-ана болып бізбен бірге болғандарыңыз үшін өз атымнан және барлық ұстаздар атынан алғысымды білдіремін. Рахмет. Жиған тергеніңіз тойда шашылсын. Шын жүректен тілекшімін. Балаларыңызға тек жақсылық тілеймін. Ал алтындар, жақсы ұл болыңдар, жақсы қыз болыңдар. 5 классқа барғанда, білмеймін, бұлар 5 классқа кейін мына пальчикті ұмытып қалады. Шаш кетеді және. Рас қой, бала біткен білмейді, жаман ауыз сөз айтатын болып қалады. Сондықтан осы барлығына алдағы 3 ай демалыста мән беріп, кітап оқытып қараңыздар. Біретті мыңды жыққан уақытта ешкімге дес бермедік. Мына 10 ғасыр жерді бабаларымыз сыйға берді. Ал енді білімді мыңды шығар уақытта әттеген-ай деп ертең білімсіз қалып қалмайық. Сондықтан балаларды оқытыңыздар, кітап оқытыңыздар, бірге оқыңыздар. Білім керек. Сондықтан сіздерге балалармен бірге қатар жүріп тұрыңыздар деген аналық ақ демді деп айтқым келеді. Тағы да құтты болсын. Аман болайық. Елімде аман болсын. Елінде, жер-жерде небір дүние болып жатыр. Болып жатыр. Бейбіт өмірде бомба да түсіп жатыр. Бейбіт өмірде қалған қарып адамдар өмірден кетіп жатыр. Сондықтан еліміздің осы бір тірлігін, еліміздің осы бір тыныштығын, еліміздің осы бір бостандығын әрқайсымыз өз жүрегімізбен қабылдап, сол бостандықтың, сол бірліктің, сол тірліктің өз деңгейінде болуына барлығымыз бірге атсалысайық дегім келеді. Тағы да мерекелеріңіз құтты болсын.
болсын. Жазып қоям 2026 жыл 4-ші әсінің деп. Балаларыңыз аман есен 11 сыныпқа жеткенде мынау енді мынандай үлкен болатын шығар. Солай жазып қойып қоям. Рахмет. Кішігірім сыйым бар. Қойын дәптерлер, балалар ішінде әдемі естеліктерге жақсы сәттеріңді жазып жүріңдер, жетістіктеріңді, мақсатты армандарыңды, сол арманға жету үшін мақсаттарың айқын болсын балалар. Тек сондай керемет әдемі сәттерді ғана жаза қойыңдар. Біздің балалардан күшті бала жоқ, келсеңіздер ме? Кәусар бүгін күшті жүргізуші болып келсеңіздер ме? Айзере болашақта көк байрағымызды әлемдік деңгейде гимнастикамен жарқыратсын.